Салем досым, менің атым Эни Джинди. Бүгінгі видеода мен Майнкрафтта әртүрлі динамиттерді жарып, олардың қалай жарылатынын көрсететін боламын. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Давайте достар, олай болса динамиттерімізді жарып бастайық. Давайте мына жақта менің порталым бар. Осы порталдың қасына келіп жарып көрейік. Давайте негізі бұл әлемде мен выживание жасаған болатынмын. Енді осы әлемді мен жарып тастағым келіп тұр. Ой, портал сындырып жібердім. Давайте мына жерге қойып жарып көрейік. Бізде ең бірінші динамит бұл имплосион бір деген динамит, короче. Менде қазір огнево жоқ екен. Давайте огнево алайық өзімізге. Ал динамитті өртейміз. Давай. Ой, ой, творческий да екен ма? Ё-моё. Давайте. Ой, ема, черная дыра, достар, базар жоқ. Бәләну. Так, келесі кезекте бізде достар лава ТНТ деген примерно түсініп тұрмын бұның қалай жарылатынын. Лава пайда бола ма или қалай? Ема, эффект күшті достар, анимациясы күшті. Жарайды, олай болса, давайте, так, қарайық не бол. Житель, давай лаваға түсірмей құйық достар. Лаваның оң қасында жармай құйық, бірақ үйінің қасында қазір ифритовый динамит жарып тастаймыз достар. Ифриттің таяқшалары бар. Қашып үлгермей қалды. Ема, достар, кәдімгі от шашып жүрді. Базар жоқ достар, кәдімгі динамиттердің анимациясы өте күшті достар. Так, келесі кезекте бізде Gravity TNT, яғни достар бұл гравитацияға әсер ететін TNT дейді. Енді давайте көрейік, ал не болады екен. Ема, анимациясы базар жоқ достар, әдем анимациясы. Менің ойымша достар, мен түсінген сияқтымын, яғни бұл барлық мобтарды және ойыншыларды аспанға көтеріп жіберетін TNT. Жарайды, оның біздің әлемде пайдасы жоқ. Давайте келесі бізде Sonic TNT дейді. Не істейді екен бұл? Мынау қызық достар, Sonic TNT. Тез жүгіретін болып көте ме барлығы или қалай? Давайте ал көрейікші ал. Так, жарылады ал қазір енді. Білмеймін достар, енді қалай эффектін байқаған жоқпын мен өзім. Давайте олай болса келесі TNT-ға өтейік. Келесі кезекте бізде достар Healing TNT, яғни достар бұл емдеуші динамит. Достар, бұл выживанияда өте қатты керекті динамиттердің бірі деп ойлаймын, ал творческий режимде әрине қажеті жоқ. Ал келесі кезекте ема достар, мына динамиттің түрі әдемі екен. Кәдімгідей достар, қатты жарылатын сияқты ғой. Бір емес 4 мәрте жарылама сонда. Достар, шынымен де бір емес 4 мәрте жарылады, яғни 4-ке шашылып кетеді. Анимациясы әдеттегідей өте күшті. Және де достар, мен келесі кезекте так достарына буровой ТНТ дейді, яғни достар жерді қасып сайма. Базар жоқ. Ұрып атыр ғой жерді, землетрясение болып кетті. Кәдімгідей достар. Так, естетін ау. Жерді қасып сан ма? Әлі қазып отыр достар, кәдімгі жер сілкінісі болып отыр ғой. Базар жоқ достар, кәдімгі күшті достар. Давайте достар, олай болса келесі динамиттерді алайық. Менде тағы да бір қатар динамит бар достар, осылар жарып көреміз. Және де мынаны Polar TNT дегенді ең соңында жарып көретін боламыз. Ал қазір бізде осындай достар электрический динамит, яғни достар тоқ шығатын динамит па? Базар жоқ достар, жақын тұрған адамдардың барлығын, яғни мобтарды тоғыратын сияқты. Осы динамиттің қасында болса Ультра TNT достар. Келесі кезекте бізде Ультра TNT-ні давайте жарып көрейік, қалай жарылады екен. Ультра TNT деген қатты жарылу керек менің ойымша. Ема достар, кәдім бір үйді жоқ қып жүрді анау. Так, келесі колоссаль TNT. Ема достарына дәуін қараңдар. Ё-майо. Давайте ал жарып көрейік. Так, қалай жарылады ау? Сәл қаша берем ау достар, творческийда болсам да, өйткені қатып қалуы мүмкін телефон. Жарылды. Дым болған. Жоқ, жарылып отыр достар әлі. Ема, мынау достар енді паталауын қойып тастады мына динамит. Ал келесі кезекте достар бізде Toxic TNT, яғни достар бұл улайтын динамит. Давайте осын жарып көрейік. Ема, қарыңдар достар, кәдімгі бутылка сияқты. Достар, кәдімгідей у шаш жарып, бұл жап-жасыл қалап, қасына барсақ уланамыз, бірақ әрине мен творческий режимде ештеңе етпейді маған, сондықтан да мен бара берем. Так, келесі кезекте бізде Trapped TNT, яғни достар бұл не сонда? Тез жарылып кететін TNT ғой достар, мынау күшті достар. Disco TNT, яғни дискотека TNT. Музыка ойнап отыр достар, кайф ма музыка? Базар жоқ. Ема достар, кәдім дискотека қалатын сияқты ғой. Мына достарыңмен ойнағанда кайф сияқты ғой, кәдім дискотека қалап ойнап жүре бересің. Келесі кезекте бізде Lucky TNT. Давайте достар, Lucky TNT-ні жарып көрейік, яғни бұл достар сәттілік, яғни сәттілікке қарайды. Бұның ішінен не шығуы мүмкін? Жаман нәрсе шығуы мүмкін, және де осындай опыт шығуы мүмкін. Базар жоқ, опыт шықса өйстіп жинап аласың. По кайфу емес бұл достар. Давайте келесі кезекте бізде Rocket TNT, яғни ракета. Ема ракета сияқты ұшып аспанға ұшып кетеді екен. Ема достар, аспанға ұшып барып жарылады, салют сияқты. Давайте үйдің ішінде жарып көрейікші, бұл қалай жарылады екен үйдің ішінде. Давайте ал.
ема жартысын жоқ қылып жіберді ғой. Давайте ал мынаны полностью жоқ қылып жіберейік, ал онда осы үйді давайте мына жерге қойып жарып көреміз. И давай сыра жарылып кетті. Базар жоқ достар. Осы ғана қалды, базар жоқ. Так, келесі кезекте бізде Polar TNT, яғни давайте осыны жарып көрейік достар. Полярный TNT деген бұл достар мұз дегенді білдіреді, яғни мұз шашама или сондай бір бәле болу керек. Давайте ал жарып көрейікші қалай жарылады екен. Так, жарылды ма? Қасында тұрған адамды немесе мобтарды мұзға айналдырып жібереді. Базар жоқ достар, бұл да өте күшті, бірақ маған мынау қатты ұнады достар. Колоссал TNT деген. Давайте достар, әйтпесе осыны екеуін жарып көрейікші. Ал мына жерге біреуін қоямыз. Так, давайте екіншісін мына жерге қоямыз да и сразу екеуін бірге жағып жібереміз. Давайте бірінші мынаны жағамыз и мынаны жағамыз да. Давайте сәл қашайық енді достар. Қазір мен өйткені қатып қалуы мүмкін Майнкрафт. Сәл шетке қашамыз и жарылады қазір. Давай ал, жарыл. Мәссаған, ема, екеу жарылды. Қалай? Ема, кәдімгі достар, екі есе күшті анау. Примерно 10 жарсаң ауылдың полностью жоқ қылып жіберейін деп тұр ғой анау.